сәлем достар, сіздермен байланыста әдеттегідей Қазбек ағай. Бүгін біз кезекті нұсқамызды талдайтын боламыз. Бұл нұсқа кішкене оңай болуы мүмкін, себебі ото нұсқасына ұқсайтындай етіп мен өзім құрастырған нұсқа. Окей, кетіп бастаймыз. Егер а, б, с нөлден үлкен сандар болатын болса, өрнекті ақшамдаңыз дейді. Өте оңай. Бұл жерде біз түбірдің астынан мына 0,64-тің 0,8 болып шығатынын білеміз. Ал мына жерде дәрежелер ол 2-ге бөлініп шығады. Мында байқайтын болсақ, 4, то есть аның 4 дәрежесін көріп тұрмыз. Ол түбірден шыққанда 2-ге бөлінеді. Сонда аның квадраты болады. Одан кейін b-ның квадраты деп тұр, түбірден шыққанда оны да 2-ге бөлеміз. 2-ні 2-ге бөлетін болсақ, v-ның 1 дәрежесі қалады. с-ның дәл осы логикамен 4 дәрежесі болады. Сонда есептің шешімі а квадрат б-с 4 деген 0,8 ол бізде с нұсқасында достар орналасқан екен. Мінекей. Кеттік, келесі бізде екінші тапсырма. Так. Екінші есепте есептеңіз деп тұр екен. Давайте көрінбей жатса кішкене үлкейтіп қояйық. Екінші есепте есептеңіз дейді. И бұл жерде біз қысқаша көбейту формасымен есептеп жіберсек болады. Яғни мына жақшаның ішінде 54 азайтылған 46, келесі жақшада 54 қосу 46. Бөлшектің бөлімінде 54 пен 46-ның қосындысы, 54-ке 46-ны қосатын болсақ 100 болады. Мында 100-дің квадраты деп тұр екен. Оны көбейтеміз. 10-ның квадраты 100, бөлшектің бөлімінде 4. Енді бізде мына 100 бен мынаның квадратын, мына 100 бен мынаны қысқартып жіберсек болады. 54-тен 46-ны азайтатын болсақ бізде 8. 8 бен мына 4 қысқарады. Сонда жалпы бізде 2 дейтін сан қалады. Есептің шешімі а нұсқасында орналасқан екен достар. Кеттік, әрі қарай үшінші есепке келетін болсақ, тригонометрия келген. Косинус 2 арк косинус 3-тен 1 өрнек мәнін тап дейді. Бұл жерде біз косинус 2 альфаның мына формуласын қолдансақ болады. Мұны арк косинус деген жалпы бұл қандай да бір бұрыш дегенді білдіреді. Сонда косинус 2 альфа деген бір өрнек тұр деп ойлайық. Сонда косинус 2 альфаның именно косинуске қатысты формасын жазатын болсақ, ол 2 косинус квадрат альфа азайтылған 1. Енді осы альфаның орнына мына жердегі арк косинус 3-тен 1-ді әкеліп қояйық. Өзі бізде 2 косинус квадрат арк косинус 1 бөлінген 3 минус 1. Енді достар қараңдар, осы жерде сендер білесіңдер, косинус пен арк косинус қысқарады. Қысқарған кезде мына квадрат мына 3-тен 1-ге келеді міндетті түрде. Окей? Сол кезде бұлай болады. 2 көбейтілген 1 бөлінген 3-тің квадраты азайтылған 1. Сонда 2 бөлінген 9 азайтылған 1. Бізде мұнда 9-дан беретін болсақ, минус 7 бөлінген 9. Яғни минус 9-дан 7. Мұнда жауап b нұсқасында орналасқан достар. Надеюсь, түсіндіре алдым деген ойдамын. Келесі бізде төртінші тапсырма. Деген достар, төртінші есепте көбейткішке жіктеңіз деп келген екен. Бұны қалай жүктейміз? Бұл жерде y-3 дегенді, немесе y-3-тің квадраты, дұрыс деп айтайық, y-3-тің квадратын t деп алатын болсақ, значит, мынау t квадрат болады, дұрыс па? Демек, осы жерден t квадрат азайтылған 18t қосылған 81 дейтін өрнекті аламыз. Мынау 7-ші сыныпта қысқаша көбейту формасы деген тақырыптың есебіне келеді. Бұл жерде біз t минус 9-ның квадратын алады екенбіз. Енді достар, осы жерден t-ның орнына бағанағы y-3-тің квадратына апарып қоямыз. Так, сол кезде бізде мында жалғастырайық астыңғы бөлікке y-3-тің квадраты азайтылған 9, міне, и осының сыртында квадрат. Жақшаның ішіндегі y-3-тің квадратын ашайық. Оны ашатын болсақ, бізде y квадрат азайтылған 6y қосылған 9 азайту 9 болады да, екеуі жойылып кетеді достар. Сондықтан өшіріп салайық. Кей жақшаның сыртында квадратты ұмытпаймыз. Енді екеуінде де бар затты жақшаның сыртына шығарайық. Яғни ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарайын деп жатырмын. Сонда менде жақша ішінде y-6. Мына квадрат пока бұның екеуіне де ортақ. Енді дәреженің қасиеті бойынша бұл екеуіне де әсер ететін квадрат, сонда y квадрат, мына жерде y-6-ның квадраты. Болды, осындай жауапты іздейміз. Оны жауап достар бізде d нұсқасында орналасқан. Бұл нақты математикалық шығарылу жолы болды. Ал енді бұның лайфхагы қандай дейтін болсаңыз, y-тің орнына қандай да бір санды беріңіз, бірақ 0-ді бермей қойыңыз. Көп есептерден 0-мен қате жауапты алатын боласыз. Мысалға 1-ді 2-ні беріп көрсеңіз болады. Мысалы 1-ді беретін болсақ, кіші сан ретінде. Мына жерге 1-ді, мына жерге 1-ді қойып есептейсіз. Қандай сан шығады? Допустим, қандай да бір k дейтін сан шықты.
Демек, варианттарға да сол y-тің орнына так, бірді апарып қойған кезімізде, бірді апарып қойған кезімізде, бізде сол k дейтін санды шығарып берсе, мысалға мынаны қойған кезде a дейтін басқа сан шықты, мынаны қойғанда b дейтін басқа сан шықты, мына жерде s, мына жерде k. Енді мына k деген сан қайсынан шықты? Ол мына d нұсқасынан шықты. Демек, есептің шешімі d нұсқасында болады. Соныңызға егер лайфхакпен қарастыратын болсаңыз, осылай шығаратын боласыз. Просто мен осылай нақты математикалық жолын шығарғанды дұрыс көремін. Әрине, маған осы 100% ұнайды, 100% математикалық жолды мен қолдаймын, бірақ өкінішке орай оқушылар ондай нәрсені көбісі жақтыра бермейді екен, менің байқағаным. Сол үшін енді оқырманға не керек, мен соны беріп жатырмын. Қандай әдіс сіздерге қызықты, өздеріңіз қолданасыздар. Так, енді достар, 4-ші емес 5-ші есепте модуль теңдеу келген нақты түбірлерін табыңыз деп тұр. Бұл жерде мына -5 былай қарай өткенде +5 болып өтеді. Сонда мында келетін болсақ, 5-ші есеп модуль ішінде x квадрат минус 4x тең болады +5-ке. Енді әрі қарай бірлі оң санға, бірлі теріс санға теңестіреміз, яғни +5-ке және -5-ке. Сонда бізде x-тің квадраты азайтылған 4x тең болады 5-ке. Сосын екінші теңдеуіміз x-тің квадраты азайтылған 4x тең болады -5-ке. Екі теңдеуді жеке-жеке шығарамыз. Бұл жерде 2 квадрат теңдеу, бұл жерде x квадрат минус 4x минус 5 тең болады 0-ге. Ветпен, дискриминантпен, әйтеуір бір амалдарды қолданып табатын болсаңыздар, 5 және -1 дейтін екі жауап шығады мұнда. Ал мына есепке келетін болсақ, x квадрат минус 4x плюс 5 тең болады 0-ге. Енді бұл жерде бізде табылмайды түбірлері. Себебі мына жерде қазір 16, дискриминантпен жасайтын болсаңыздар, 16 минус 20 түбірдің астына теріс салмақ қалады. Демек, бұл жерде түбірлер жоқ. Сонда есептің шешімі 5 және -1 екен. 5 және -1 ол b нұсқасында орналасқан достар. Келесі бізде 6-шы тапсырма. Бұл жерде x минус y 3-ке тең болатын болса, так, мында жазып қойық 6 деп. X минус y 3-ке тең болатын болса, және мынандай болатын болса, теңдеулер жүйесінің шешімі дейді. Өздерің білетіндей, бұл жерде просто жауапты орнына апарып қоя салуға болады. Мысалы, мына бірінші тұрған сан всегда x болады, екінші тұрған сан всегда y болады. Орнына апарып қоясың. Мысалы, мына нұсқасы қате. Мына жерде 5 минус 2 деген кезде плюс 7 болып кететін аяқта. Мысалы, 2 мен 5 келмейді. 2-ден 5 айтсам -3 болып қалады. Бұл нұсқасы қате. Мына жерде с мен d қана қалды, максимум біз белгілей алатын, Жақсы, бұл варианттар тексеру. Енді оны түсіндірмей қоюдың қажеті жоқ шығар. Уже білесіңдер. Нақты математикалық шығару жолы қалай болады? Мына минус y-ті былай қарай өткізіп, теңестіріп аламыз. X тең болады 3 қосылған y. Осыны аламыз да, мына астындағы x-тің орнына апарып қоямыз. Получается 1 бөлінген y азайтылған 1 бөлінген 3 плюс y тең болады 3 бөлінген 10. Осы теңдеуді жеке шығарамыз енді. Сонда мынаған ортақ бөлім 3 плюс y-тен береміз, мынаған ортақ бөлім y-тен береміз. Пока осылай бір көбейтіп алайық. Сол кезде бізде 3 қосылған y, азайтылған y, бөлшектің бөлімінде y сосын 3 плюс y тең болады 10-3. Өздерің байқағандай, y пен y достар бізде жойылып кетеді. Сосын алып тастасақ болады сразу. Онда 3 пен 3 қысқарып кетеді. Түсіндіңіз ғой? Сонда бізде орындарында тек қана 1 қалады. Мұнда 1, мұнда 1. Енді пропорциямен қарама-қайшылап көбейтетін болсақ, бізде y квадрат қосылған 3y тең болады 10-ға. Оны былай қарай минус таңбасымен алып келетін болсақ, бізде -10 тең болады 0-ге. Енді бұл деген достар өздерің байқағандай -5 және 2 деген түбірлерді қабылдайды. Енді бұл бізде тек қана y-тің мәндері, яғни y1 және y2. Енді біз не істейміз? Осы y1 мен y2-ні мына y-тің орнына қою арқылы x1 мен x2-ні табамыз. Сонда x1 бізде тең болады 3 минус 5. Яғни мынаны апарып қойып тұрмын. Сонда менде -2 шығады. Демек, бір жауабымыз -2-де -5 екен. Келесі x2-ні табатын болсақ, 3, потом мына 2-ні апарып қоямыз. Плюс 2 тең болады 5. Демек, екінші жауабымыз 5-те 2 екен достар. Осыны жауап іздейміз, ол бізде d нұсқасында орналасқан. Окей, 6-шы есеп осымен тәмамдалды. Келесі бізде 7-ші тапсырма. Енді 7-ші есепте бізде туындыны сұрап тұр екен. Бұл жерде косинустың туындысының формуласы y'
бізде тең болады. Косинустың туындысы ол минус таңбадан басталады, яғни минус, синус и так далее. Демек ең бірінші минус таңбасын қойып қоямыз. Сосын бұрыштан туындалымыз міне. Мына жерде 3х бөлінген 2 минус пи бөлінген 6-дан туынды аламыз. Оны көбейтеміз. Синус дәл осы бұрышқа, яғни 3х бөлінген 2 минус пи бөлінген 6. Енді жақшаның ішіндегі туынды, бұл жерде пи бөлу 6 деген сан, сондықтан туындысы 0-ге айналып кетеді. Минус бізде 3 бөлінген 2 қалады. Потом көбейтіледі синус. Жақшаның ішінде 3х бөлінген 2 минус пи бөлінген 6. Болды, сонда осындай жауапты іздейміз. Ондай жауап достар нұсқасында орналасқан екен, бізде басқа нұсқалар бізде келмейді. Так, минус 2-ден 3, так, мұнда 2-ден 3, 3-ден 2, 3-ден 2. Окей, осымен 7-ші степ аяқталды. Келесі бізде 8-ші тапсырма. Кеттік енді 8-ші тапсырмада дұрыс төртбұрышты призманың табанының ауданы 36 см квадрат дейді. Ал биіктігі 7 см-ге тең, осы призманың диагоналін табыңыз дейді. Жақсы, енді дұрыс төртбұрышты призма бар екен. Дұрыс төртбұрышты деген достар, осының өзі бізге бір информация беріп тұр. Ол табанында квадрат жатыр дегенді білдіреді. Табанында квадрат. Егер дұрыс төртбұрышты болса, табанында квадрат жатады, яғни шаршы мынандай. Ал енді оның ауданының формасы қандай? Егер қабырғасы А болатын болса, демек S табан ол бізде А квадратқа тең болады. Демек, ол бізде мәні 36-ға тең болса, қабырғасы 6-ға тең болады. Қабырғасын тауып алдық. Ол мына қабырға 6 және мына қабырғасы да 6 болады екен. Биіктігі 7 дейді достар. Енді диагоналін тап дейді. Призманың диагоналінің формасы осы мына қабырғаны және мына қабырғаны түбірдің астында квадраттап қосқанға тең. Сонда бізде 6 квадрат қосылған 6 квадрат қосылған 7 квадрат. Мінекей. Сонда бұны есептейтін болсақ, 32, 42, 49 бізде шығады. 32 деп 36, 36, 72, 49, 121 түбірден 11 болып шығады. Сонда есептің шешімі достар С нұсқасында орналасқан екен. Осымен біздегі 8-ші тапсырма аяқталды. Келесі 9-ші тапсырма. Енді 9-ші есепте теңсіздіктер жүйесі келген екен достар. Теңсіздіктер жүйесін шығару үшін бұл жерде әрқайсысын жеке-жеке қарастыруымыз керек. Мынау бірінші теңсіздік, мынау екінші теңсіздік, например. Екеуін жеке-жеке шығарып, ең соңында сан сәулесін қиылыстыра саламыз. Сонда, кстати, бұл жерде бана лайфхак мынау керек болса, просто мына аралықтан бір сан таңдап x-тің орнына қойып есептесеңіздер болады. Мысалы, -5 пен -1-дің арасында бір сан таңдаңыз, мысалы, -2. Мұнда x-тің орнына, мұнда x-тің орнына апарып қойыңыз, қанағаттандырма жоқ па? Егер қанағаттандырса, онда 3 пен 5-дің арасынан бір санды аласыз. Оны да тексересіз, окей? Егер қайсысында толық қанағаттандырады, яғни бірінші теңсіздікте де, екінші теңсіздікте де толық қанағаттандырса, сол вариант дұрыс болады, окей? Окей, жақсы. Кеттік. Енді нақты математикалық шығару жолы бойынша ең бірінші біз мынау логарифм 3 негізді аргументте x квадрат минус 2x үлкен 1 дейтін теңсіздікті шығарайық. Бұл жерде өздерің білетіндей ең бірінші анықталу облысы ескерілу керек. X квадрат минус 2x аргумент әрдайым 0-ден үлкен болады. Сосын x квадрат минус 2x бізде үлкен 3-тен. Естеріңде болса, егер мына жерде 0,3 болғанда, онда бізде теңсіздік таңбасы былай ауысып кететін еді, есімізде шығар. Жақсы, енді осы екеуін жеке-жеке қазір қарастырамыз. Мұнда x-ті шығарып жіберетін болсақ, x минус 2 қалады, тең болады, Так, үлкен болады 0-ден. Мына жерде бір бетке жинақтай алатын болсақ, x квадрат минус 2x минус 3 үлкен болады 0-ден. Енді мынадан біз түбірлерін табатын болсақ, ол бізде 3 және минус 1 болады. Мынадан 0 және де 2 болады. Окей, енді осы екеуін жеке-жеке сан сәулесіне орналастырамыз қазір. Так, ең кіші нүктеміз бізде 0, одан кейін барып 2. Өздерің білетіндей, плюс-минустан сразу қойып кетсек болады. Мағынасын білеміз деген ойдамын. Әрбір аралықтан бір санды таңдап, мұна x-тің орнына қоямыз. Сол кезде мысалға 3-ті қойып мұнда есептейтін болсақ, оң сан шығады, сол үшін плюс таңба қойып жатырмыз. 0-ден үлкен дейді. Демек, мінекей. Мына жер және мына жер. Одан кейін астында минус 1 дейді, ол бізде примерно мұнда жатады. Одан кейін 3 дейді, ол бізде примерно мұнда жатады.
Бұл жерде де плюс, минус, плюс. Бізде бұл жерде нөлден үлкенді сұрап жатыр, сонда мына жер және мына жер. Яғни байқағандарыңда қиылысып тұрған аралық минус шексіздіктен минус 1-ге дейін және 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық болып тұр пока. Бұл мынау бірінші теңсіздіктің ғана шешімі. Әлі бізде астында теңсіздік бар. Екінші теңсіздік, соны шығарамыз. Бұны шығаратын болсақ, x квадрат минус 25 деп жазып аламыз. X квадрат минус 25 кіші нөлден. Осы жеттен жақшаға жіктеп жіберсек, x минус 5, x плюс 5 кіші нөлден. Мұнда x тең болады 5-ке, мұнда x тең болады минус 5-ке. Енді минус 5 пен плюс 5-тің аралығы. Яғни минус таңбаны қойып, сөйткен нөлден кішіні сұрап жатыр бізден. Енді мына жерде шыққан жауаппен мына жерде шыққан жауаптан істейміз, бір оське салып қиылыстырамыз. Сонда бұл жерде бізде минус шексіздіктен, так, бірінші сандар қойып алады. Ең кіші санымыз ол бізде минус 5, одан кейін минус 1, одан кейін барып 3, и одан кейін барып 5. Енді ең кіші санымыз қойып алғаннан кейін қиылыстырамыз. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін. Яғни мінекей мына жер. Сосын 3-тен плюс шексіздікке дейін. Яғни мінекей мына жерлер қойылды. Одан кейін минус 5 пен 5-тің арасы. Қиылысқан жерлер минус 5 пен минус 1-дің арасы және 3-тен 5-ке дейін. Ондай жауап болса бізде А нұсқасында орналасады 2. Осымен бізге 9 есеп аяқталды. Келесі 10-шы тапсырма. Так, енді достар 10-шы есепке келетін болсақ, тригонометриялық теңдеу келген екен, қалай шығарамыз? Әрине бұл жерде айтпаса да түсінікті, әрқайсысын жеке-жеке нөлге теңестіреміз. Сонда бізде синус, так, жазып қояйық, 10-шы есеп деп, синус 2х тең болады 0-ге. Және екінші теңдеуіміз косинус 3х минус 1 тең болады 0-ге. Әрқайсысын жеке-жеке шығарамыз. Сонда бізде мұнда 2х тең болады 0 дейтін, ол синуста 0 градусқа, яғни дербес жағдай. Сонда мәні бұл жерде πn болады. Потом x-ті табатын болсақ, және бұл πn бөлінген 2. Осындай бір жауапты шығарып алдық. Енді келесі мұнда келетін болсақ, косинус 3х тең болады плюс 1-ге. Бұл да бізде дербес жағдай. Косинустың 1-ге тең болатын мәні ол 0 градус. Сонда бізде бұл жерде 2πk болады. Жауаптарға қарайтын болсақ, бізде πn бөлінген 2 және 2πn дейтін. Так, стоп. Бізде мұнда 3-ке бөліну керек қой, кстати. X тең болады 2πk бөлінген 3. Мынаны вообще көріп тұрған жоқпын ғой мен. Так, сонда 2πk бөлінген 3 және πn бөлінген 2 дейтін жауаптарды іздейміз. Ондай жауап достар сын нұсқасында орналасқан. Просто бізде мұнда n мен k-ның орындары ауысып тұр. Атак градустар сол градус. Мұнда мысалы 90k, бізде 90n. Мұнда 2π бөлінген 3. Мұнда сол 2π, яғни 120n, мұнда 120k. Ну, короче, градустар бірде, просто n мен k-ның орындары ауысып тұр. Ол қатты проблема емес. Главный бұрыштары сіздерде сәйкес келіп тұрса, әріптерінде тұрған қатты бір маңызды зат жоқ. Қысқаша айтқанда жауабы сын нұсқасы. Кеттік ары қарай бізде 11-ші есеп. Енді достар 11-ші тапсырмада қисық-сызықтармен шектелген фигураның аудан табу есебі. Бұны сіздер 11-ші сыныпта қарастырасыздар. Жалпы қалай шығарамыз? Бұл жерде ең бірінші біз формуланы білуіміз керек. 11-ші есепте біздің формуламыз астыңғы шек және үстіңгі шек, потом екі функцияның бір-бірінен айырмасы y2 минус y1 және интеграл. Енді сіздер ойлауларыңыз мүмкін, біз қаяқтан білеміз қайсысы y2, қайсысы y1 деп. Достар, негізі график бойынша үстінде жатқаны y2 болады, график бойынша астында жатқаны y1 болады. Вот, сонда бізде былай ғой, мысалға, тура осы есеппен негізі қатты сызба қажет жоқ. Просто мен сіздерге бір тақырыпты бір түсіндіріп өтейін деп жатырмын. Бізде x және y координаттар болсын. Енді 2x деген ол бізде примерно мысалы былай орналасады. 3-тен 1x деген мысалға бізде примерно бүйтіп жатып орналасады. Енді осы екеуінің 3 дейтін мәні мысалға мына жерге сәйкес келсін мысалы. Былай қарай бүйтіп 3. Сонда достар, енді қараңдар. Бізде қиылысып тұрған аралық мына жер болады. То есть осы жердің біз несін табамыз, ауданын табамыз қазір. Енді оны қалай табамыз деген кезде, мынау үстінде жатқан функцияның мәнінен біздің жағдайда 2x-тен азайтамын. Астында жатқан функция, яғни мынау ғой, ол 1 бөлінген 3x болады. Это x.
Енді шектері, достар, мына жерде шектер негізі көрініп тұр. Сызбасын сызған кезде 0-ден бастап 3-ке дейін екені. Бірақ енді біз именно 0 екенін мына сызбасын сызбай-ақ қалай білсек болады. Ол үшін әрине өздерің білетіндей екі функцияны бір-біріне теңестіре саламыз. Яғни y1 мен y2-ні бір-біріне теңестіру арқылы біз шектерді табамыз. Сонда бізде 1 бөлінген 3x тең болады, достар, 2x-ке. Осы жеттен x тең болады 6x-ке, 0 тең болады 5x-ке, әрине x тең болады 0-ге. До конца шығарды, да? Вот сонда 0-ден бастап 3-ке дейін екен, достар. Енді осыны интегралдаймыз қазір. 0-ден бастап, интегралды қоймай қояйық. 2x-дің интегралы, ол бізде x квадрат болады, азайтылған 1 бөлінген 3 x-дің квадраты бөлінген 2. Интегралды алғаннан кейін шектерін орындарына қоямыз. Мұнда 0, мұнда 2. Ньютон Лейбниц бойынша есептейміз. 2 квадрат азайтылған 1 бөлінген 3 көбейтілген 2 квадрат бөлінген 2. Азайтамыз, 0-ді қоямыз. 0, так, мына жерден мынаны бүйтіп өшіріп, үстіне қарай жазып қойсақ. 0 квадрат азайтылған 1 бөлінген 3 көбейтілген 0 квадрат бөлінген 2. Осыны есептейтін болсақ, достар, бізде 15 бөлінген 2 шығады. 15 бөлінген 2 деген ол 7,5 квадрат бірлік. Окей, сонда есептің шешімі сын нұсқасында орналасқан екен. Енді, достар, мына жерде y2-ден y1-ді емес, керісінше біз y1-ден y2-ні азайтып шығаратын болсақ, жауабымыз минус санмен шығады. Соған бүйтіп плюс таңдап қою үшін модуль қолданасыздар. Түсінікті, қысқаша айтқанда, достар, сіздер шатасып азайтып қойсаңыздар, ең соңғы интегралда теріс сан шығады. Бірақ проблема емес, соның оң мәнін аласыздар. Окей, өйткені ауданның мәні всегда плюс таңдалу болады. Сол үшін жауапқа да плюс мәнін белгілеп қоямыз. Окей, 11-ші есеп осымен тәмам. Келесі бізде 12-ші тапсырма. Так, достар, өзімнің алгебра курсымда бір таныстырып өтейін. Достар, қараңыздар, егер де сіздер ОБТ математикасына өте арзан бағада бар болған 20 000 теңгеге тыңғылықты дайындалуларыңыз келсе, онда мен сізді өз курсымда күтемін. Курста арнайы платформа бар, видео сабақтардың ұзақтығы 1-1,5 сағатты құрайды. Әрбір тақырыптан кейін қайта-қайта Google Meet'ке кіріп практика жасау деген нәрсе жоқ. Яғни сол 1-1,5 сағаттың ішінде біз теориямен де танысып үлгереміз и практикада жасап үлгереміз. Және дәл сол есептерге ұқсас есептерді үй тапсырмасына беремін. Мысалға, функция деген тарауда 200 есеп бар, тригонометрия деген тарауда 100 есептей бар. Вот, енді осының барлығының бағасы ОБТ-ға дейін 20 000 теңге ғана. Ал үшін жай ғана WhatsApp-қа өтіңіз. Сонымен қатар платформада жалпы 2000 есеп бар. Үй тапсырмаларының барлығының шешімдері де бар. Окей, осындай керемет мүмкіндікті, керемет ұсынысты жіберіп алғыңыз келмесе, міндетті түрде WhatsApp-қа өтіңіз. Мен сізді өз курсымда күтетін боламын. Так, енді 12-ші есепте кәдімгі деңгейлі есеп келген. Бұл жерде просто біз мыналарды түрлендіреміз қазір, сосын жақшаларды ашамыз. Болды. В принципе, есептің негізгі идеясы сол. Сонда 12-ші тапсырмада 1 азайтылған 0,25 деген, достар, ол бізде 4-тен 1 ғой. Сонда 4-тен 5-ті 4 пен 4 қысқарып кетеді, жақшаның ішінде 5-тен 1 қалады. X кішіне тең, мына жерде араластанда бұрыс санға келтіретін болсақ, бұрыс бөлшекке 4-тен 5 болады. Мына 4 пен көбейту арқылы жақшаны ашатын болсақ, бізде 4 пен 4 қысқарады, тек қана 5 қалады. Мұнда азайтылған 4 пен 3 көбейтіледі 12. Мұнда бізде мұнда 2, қайдағы 2? 4 бөлінген 5, x кіші немесе тең минус 7. Осы жерден x табатын болсақ, минус 35 бөлінген 4 болады. Яғни 5 пен 7 көбейтіледі, 4 бөлшектің бөліміне жазылады. Сонда минус 35 бөлінген 4. Бұл деген жуық мәнмен, достар, қайталайтын. Немесе нақты бөлінген екенін тексере салайық. 35 так бөлінген 4. 8,75 екен. Так, x кіші немесе тең минус 8,75. Енді осыны сан сәулесіне сататын болсақ, мына жерде бізде минус 8,75. 8 деген, достар, бізде мұнда орналасады. 9 деген мұнда орналасады, яғни минус. Енді бізде минус 8,75-тен кіші болу керек. Демек, біз мына жерлерді қойымыз солға қарай. Осы жердегі, енді, достар, ең үлкен бүтін санды сұрап тұр. Бұл әрине бізде минус 9. Есептің шешімі, достар, нұсқасында орналасқан. 13-ші есеп. 2 вектор берілген, скалар көбейтіндісін тап дейді. Бұл жерде өте оңай шығарылады. Скалар көбейтінді деген сәйкес координаттар арқылы шығара саламыз. Минус 2 мен 4-ті көбейтіп аламыз. Сонда бізде минус 8, 3 пен 5-ті көбейтіп аламыз. Ол бізде 15. Ол 2-ен қоса саламыз. Жалпы скалар көбейтінді ол 2-ге бөлінеді. Бұрышпен және бұрышсыз мектеп программасында. Сондықтан минус 8 плюс 15 ол бізде 7-ні береді, достар.
Кетті. Келесі 14. Так, x бөлінген 2, бла 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 бла. Так, экстрем нүктелердің көбейтіндісін табыңыз. Жақсы, бұл жерде біз не істейміз? 14-ші есепте экстремумдар деген жалпы бұл туындының есебі ғой. Сондықтан ең бірінші туындысын аламыз. Y штрих бізде тең болады. X бөлінген 2-нің туындысы ол 1 бөлінген 2-ні береді. 8 бөлінген x-ның туындысы мен бірден жазып жібере салайын, ол минус 8 бөлінген x-ның квадратын береді. Если что, бұл қайдан шығады? Бұны біз 8x-ның минус 1 дәрежесі деп жазыламыз. Мына бөлшекті. Енді осыдан туындалатын болсақ, минус 1 алдына түседі, минус 8x, және дәрежеден 1 азайтылады. Сонда минус 1, бұл минус 2-ні береді. Түсіндіңіз бе? Сонда минус 8x-ның минус 2 дәрежесі қайттан бастапқы қалыпқа келтіретін болсақ, минус 8 бөлінген x квадрат болады. Мынау осы жерден шығып тұр сонда. Енді экстремумдар деген жалпы бұл сындық нүктелерде болады, яғни өсу кему аралығы арқылы біз экстремумға барамыз. Сындық нүктені табатын болсақ, бұны 0-ге теңестіреміз. Осы жерден біздегі 1 бөлінген 2 тең болады 8 бөлінген x-ның квадраты. Осы жерден x квадрат тең болады 16-ға, яғни пропорция бойынша x-ті табатын болсақ, плюс-минус 4. Енді біз не істейміз? Осыны сан сәулеге орналастырамыз. Минус 4, осы мұнда плюс 4. Енді 4-тің ол жағынан бір санды аламыз. Мысалға 5. Соны алып мұнда қойып есептеп көреміз. Қандай сан шығады? Мысалға, мынау деген бізде 2-ден 1 дегеніміз, достар, 0,5. Мысалы, аяқтан, допустим, 5-ті, 6-ны, 7-ні қойып мұнда есептейтін болсаңыздар, мына аралықта минустан шығады. Мына аралықта плюстан, мына аралықта минустан. Немесе сіздер былайынан жаттағансыздар. Егер мынау жоғарғы дәрежелі x-тің таңбасы минус болатын болса, демек мұнда минустан бастаймыз деп жаттаған шығарсыздар. Көптеген орталықтар болсын, мұғалімдер болсын, жалпы солай үйретеді. Короче айтқанда түсіндіңіздер, қатты мұзы бермек қойыншы. Сондай енді қараңыздар, бізде минус тұрған аралыққа төменге қарай стрелка қоямыз, плюс тұрған аралыққа жоғарыға қарай стрелка қойып шығамыз. Сонда бізде міне минустан плюсқа өтіп жатқан нүкте, ол бізде минимум нүкте болады, x минимум. Ал керісінше плюстан минусқа өтіп жатқан нүкте, ол x максимум болады. Мынау дейтін Марияна шұңғымасы болып тұр, мынау дейтін бір тау болып тұр, көрдіңіздер ме? Сондықтан да біз не істейміз? Осы жерден минимум максимумдарды анықтаймыз. Сонда бізде не сұраған? Көбейтіндісін сұраған. Көбейтіндісі ол бізде минус 16 болады. Яғни минус 4 пен плюс 4-тің көбейтіндісі. Окей, 14 осымен тамам, достар. Кейбір есептерде осындай экстремумдардың көбейтіндісі емес, қосындысын сұрайтын есептер болады. Жалпы түрін жаттап алыңдар. Егер функцияның түрі мынандай болатын болса, типа x бөлінген a қосылған a бөлінген x. Дәл осындай. Именно осындай функцияға қатысты келетін есептер болады, достар. Егер функцияның түрі дәл осындай болса, және қосындысын сұрайтын болса, достар, ол кезде қосындысы всегда 0 болады. Мысалы, мына жерде минус 4 плюс 4 қосатын болсақ 0 шығады. Окей, бірақ біздің есепте көбейтіндіні сұраған. Сондықтан біз минус 16-ны белгілейміз. Окей, 14 осымен тамам, достар, келесі бізде 15. 15-ші есеп ол бізде цилиндрге қатысты келген екен. Біз қазір мынаны төменге түсіріп қояйық. Енді бізге не нәрсе айтылып тұр? Цилиндрдің биіктігі 8 дейді. Табанның радиусы 3, цилиндрдің осьтік қимасының диагоналін табыңыз. Окей. Бізде жалпы цилиндр ол мынандай бір фигура, Так, мінекей. Енді осының биіктігі 8 дейді. Окей, демек мына аралық, достар, ол бізде 8-ге тең екен. Ал оның табанының радиусы, яғни мына жер, ол бізде 3-ке тең дейді. Жақсы. Енді осьтік қима деген, достар, ол бізде мына нәрсе міне. Мынау. Сонда мына жердегі міне тік төртбұрыш. Осы бізде не болады? Осьтік қима болады. Сонда осыны енді бөлек мында сіз қарастыратын болсақ. Так. Окей. Енді сонда бізде мына табаны енді ол 3 емес, достар. Ол мына жерде 3, мына жерде 3. Общий сонда 6 болады мына табан. Биіктігі 8. Енді бізге осының несін табу керек? Әрине диагоналін табу керек. Бұл деген өте оңай, Пифагор теоремасымен таба саламыз. D тең түбірдің астында 8 квадрат, яғни 64-ге 36 қосылады. Сонда бізде түбір астынан 100, одан 10 шығады. Сонда есептің шешімі сын нұсқасында орналасқан екен, достар. 15 осымен тамам, келесі бізде 16-шы есеп. 16-шы есепте бізде, так, сәбит қойып.
16-шы есепте теңдеу келген. Бұл жерде логарифм қасиет бойынша мына 2 және мына 4 алдына қарай не істейді, түсіп кетеді. Сонда бізде логарифм x қосылған 2 логарифм 2 негізді x қосылған. Так, мына жерде дұрыс жазылмай қалыпты. Былай. Потом 4 логарифм 2 негізді x тең болады 14-ке. Осы жерден 7 логарифм, яғни мынада біреу, мына жақта 2, 3, 3-ке 4 қосылады 7. Логарифм 2 негізді x тең болады 14-ке. Логарифм 2 негізді x тең болады 2-ге. X тең болады достар 4-ке. Бұл анықталу болысына сәйкес келеді ме? Бізде анықталу болса аргумент x 0-ден үлкен болу керек. Расында да бізде барлығына бірінші айтқанда сәйкес келеді. Демек, жауап 4 болады екен. Сонда есептің шешімі Б нұсқасында орналасқан достар. Кеттік ары қарай бізде 17-ші тапсырма. 17-ні шығармастан бұрын экранды сәл жылжытып алайық. Так, енді 17-ші есепте тригонометриялық теңдеулер жүйесі келген. Косинус пен синус бір-біріне тең болса, мына өрнекті есептеңіз. Окей, достар, мына жерде өзі атақ айтып тұр, аты айтып тұр деп қойған. Есептің шартында уже беріліп тұр, косинустың синус y-ға тең екен. Демек, мұның орнына біз синус y-ті апарып қоя саламыз. Мына бізде 4 синус y азайтылған синус y тең болады, достар, 3 түбір астындағы 3 бөлінген 2. Енді осы жеттен әрине 3 синус y пайда болады, бізде тең болады мұнда 3 түбір астындағы 3 бөлінген 2. 3 пен 3 достар қысқарады, сонда бізде синус y тең болады түбір астындағы 3 бөлінген 2. Осы жеттен теңдеу ол бір ғана формуламен шығарылады, яғни минус 1-дің k дәрежесі, егер мұнда терістен болатын болса, k плюс 1 болушы еді. Көбейтілген синустың түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең болатын градус ол 60 градус, бұл деген пи бөлінген 3, қосылған синуста период пк болып жүреді. Енді біз нені таптық достар қазір? Біз қазір y-тің мәнін таптық. Енді x-тің мәнін табу керек. Оны табу үшін біз не істейміз? Синус y-тің орнына, яғни мына жерде синус y-тің орнына біз түбір асты 3 бөлінген 2-ні апарып қоямыз қазір. Сол кезде мына бүйтіп өшіріп тастай салайық. Косинус x ол тең синус y деп тұр ғой. Ал синус y-тің мәні мұнда. Получается, косинус x тең болады түбір асты 3 бөлінген 2-ге. Осы жеттен x-ті табатын болсақ, бізде плюс-минус пи бөлінген 6 қосылған синуста 2 пм болады. То есть косинуста 2 пм болады. Бұл достар, енді біз осындай жауапты іздейміз. Онда жауап достар бізде так, плюс-минус пи бөлі 6 2 пк минус 1-дің дәрежесі пи бөлінген 3 плюс пн. А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Бізде d нұсқасы қате өткен период мұнда 2 пк, ал мұнда 2 пен. Косинус пен синустың периодтарын ауыстырып салған d нұсқасы қате, с нұсқасы одно и то же, бұл жер қате. Плюс-минус пи бөлі 3 деп жазып қойған градусын. b нұсқасы плюс-минус пи бөлі 3 плюс так пи бөлі 6. Бұл да бізде қате, градустары дұрыс орналаспаған. Бізде дұрыс жауап нақты а нұсқасы болады. Так, плюс-минус пи бөлі 6 2 пк, мына жерде к тұр, сізде неге n тұр деген сұрақ туындаса, тағы да бір айта кетейін. Бұл жерде к мен n рандомно қойыла береді. Мысалы, мына жерге n деп жазып, мына жерге к деп жазып қойсаңдар да болған проблема жоқ, онда тұрған ештеңе жоқ. Главный период пен градусты дұрыс тауып алсаңдар болды. Окей. Так, сонда есептің шешімі нұсқасы болды. 17 осымен аяқталды. Келесі бізде 18. Так. 18-ші есепте аналитикалық геометрия сияқты что-то минус x плюс 5 түзуіне параллель болатын функцияның графикіне жүргізілген жанама дейді. Окей. Бұл жерде біз нені байқауымыз керек? Біз байқауымыз керек параллель болатын деп тұр. Параллель болатын болса, олардың бұрыштық коэффициенттері тең болатын еді. Яғни бұл параллельдік түзудің шарты. Сонда біздегі қазір k-ның мәні достар, мынаған параллель болатын болса, демек ол минус 1-ге тең болу керек. Окей? Ал енді біз білеміз, k деген не еді достар? Ол f' нулевой еді. Яғни берілген функциядан туынды аласыз, орнына x0 нүктесін қоясыз, сол кезде сізде бұрыштық коэффициент шығатын. Демек, біздегі берілген функция x квадрат минус x плюс 1, бірінші осының туындысын алып аламыз. Бұның туындысын алатын болсақ, 2x азайтылған 3. Енді осыны мен не істеймін? X-тің орнына x нулевойды қоямын. Сол кезде 2x нулевой азайтылған 3.
осыны аламын да теңестіремін не нәрсеге? минус 1-ге. Сонда x нулевой нүктені табатын болсақ, ол бізде 2-ге тең болып шығады достар. Демек, мына функцияға x0 тең 2 нүктесінде жүргізілген жанаманы тап деп тұр екен ғой сонда бізге. Түсіндіңіз бе? Ал енді жанаманы теңдеу қандай? Y жанама ол бізде тең болады f x нулевой қосылған f штрих x нулевой, потом x минус x нулевой. Енді f штрих x нулевой біз жаңа минус 1 деп айтып қойғанбыз. X нулевой бізде мұнда 2-ге тең. Получается белгісіз болып тұрған тек қана міне мынау. Енді оны есептеу үшін біз не істейміз? f2 деп мұнда таба салайық. Берілген функцияға мына жерге 2-ні қойып шығамыз. Сонда бізде 2-ның квадрат 4, азайтылған 3 көбейтілген 2 қосылған 1. 6 минус 6 так минус 1 болады. Сонда орындарына мәндерін қоямыз енді. Y жанама бізде тең болады минус 1 минус x минус 2. Жақшаны ашатын болсақ, минус 1 минус x плюс 2. Сонда бізде минус x плюс 1. Минус x плюс 1 болады екен достар. Онда жауап А нұсқасында орналасқан. Осымен 18-ші есеп аяқталды. Келесі бізде 19-ші тапсырма. 19-ші есепте үшбұрыштың қабырғалары берілген, ең үлкен қабырғасына жүргізілген медиананың ұзындығын табыңыз дейді. Жақсы, енді бұл жерде бізде қандай да бір үшбұрыш бар екен. Мысалы, мынандай кез келген үшбұрыш, яғни қабырғасы 7, мысалға мұнда 14, мұнда 9 допустим. Или керісінше жазайық, кішкене сурет ұқсау үшін. Мына 9, мына 14 болсын. Енді ең үлкен қабырға жүргізілген медиана ол бізде міне мынау. Медиана болғандықтан теңді 2 бөлікке бөледі. Енді достар қараңдар. Бұл жерде ол 90 градуспен түспейді, көбісі медиананы биіктікпен шатастырады, быжықты тастайды, олай шатаспаңдар. Бұл жерде медиананың өзінің формасы бар. Қазір біз оны жазамыз. Так, мында астына қарай сәл түсіріп қояйық. Так. Мына медиананың өзінің формасын жазатын болсақ, m тең болады 1 бөлінген 2 түбірдің астында 2a квадрат қосылған 2b квадрат минус c квадрат деген. Бұл жерде a, b, c деген үшбұрыштың қабырғалары, с деген именно түскен қабырға. Медиана қай қабырғаға түсті сол, ал Б және А дегеніміз медиананың екі жағында тұрған қабырғалар. Мына орындарына мәндерін қоятын болсақ, м тең болады 1 бөлінген 2 түбірдің астында 2 көбейтілген 7-ның квадраты қосылған 2 көбейтілген 9-ның квадраты. Бізде 9 азайтылған 14-дің квадраты. Енді достар бізге осыны есептеу керек. Так, достар, сонда бізде 4 дейтін жауап шығады екен. Яғни медиананың мәні достар сонда бізде 4-ге тең. Кеттік арқа 20-ші есеп. Өспелі геометриялық прогрессияның екінші және төртінші мүшелерінің қосындысы бла-бла-бла дейді. Так, окей, онда біз мынаны сәл бүйтіп түсіріп қояйық қазір. 20-ші тапсырма. Өспелі, бұл жерде мына сөз өте маңызды. Геометриялық прогрессияның екінші және төртінші мүшелерінің қосындысы 30-ға дейді. Қараңдар. V2-ге V4-ті қоссақ 30-ға тең болып шығады екен. Ал бірінші мүшесі 3-ге тең. V1 3-ге тең. Онда 6-шы мүшесін тап дейді. V6. V6-ны сұрап тұр. Окей. V6-ны табу үшін бізге енді V1 бар, демек еселік керек. Еселікті табу үшін біз мыналардың формасын қолданамыз деген сөз. Сонда V2-ның формасын ашсақ, V1Q қосылған V4 деген V1Q-дің 3 дәрежесі тең болады 30. V1 деген 3-ге тең, сонда 3Q қосылған 3Q-дің кубы тең болады 30. Енді осы жерден барлығы 3-ке бөлінетін көріп тұрмыз. Сондықтан барлығын 3-ке бөле салайық. Сонда бізде Q қосылған Q-дің кубы тең болады 10-ға. Енді мына жерде рандомнан ала салуға болады 2 деп ше, өйткені 2-ның кубы ол бізде 8, оған 2-ні қосамыз 10 шығады достар, еселігі ше. Яғни біз бұл жерде нақты шығаратын болсақ, Q-дің кубы қосылған Q азайтылған 10 тең болады 0 деп осындай бір теңдеуді шешуіміз керек. Енді бұл теңдеуді шешу үшін біз безу теоремасын немесе Горнер схемасын, болмаса көбейтішке жіктеу әдісін қолдансақ болады. Енді безу мен Горнерді білеміз деген ойдамын. Давайте қазір көбейтішке жіктеу әдісін көрсетейін. Бұл жерде біз Q-дің өзін жазып қоямыз. Енді көбейтішке жіктеудің негізгі мақсаты екеуінен ортақ бір затты шығарып алуларыңыз керек. Мысалы, мен бұны бүйтіп жазсам болады. Минус 4Q деймін, қосамын 5Q. Азайтылған 10 тең болады 0-ге. Яғни бұл жерде қазір минус 4 пен плюс 5-дің қосындысы қайттан 1Q-ді бізге шығарып береді.
Енді мына жерден q-ді шығарып жіберетін болсақ, жақшаның сыртына, онда мында q квадрат минус 4 қалады. Мына жерде біз 5-ті шығарып жіберетін болсақ, жақшаның ішінде q минус 2 қалады, тең болады 0-ге. Енді мына жерде қысқаша көбейту формуласы бойынша q азайтылған 2, q қосылған 2. Мына жақшада қосылған 5, так бізде азайтылған 10 қой мұнда, тең 0-ге. Ой, өтірік болып кетті мұнда, тең 0-ге. Так, 5 мұнда q минус 2, тең 0-ге. Екеуінде де q минус 2 бар, жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Жақшаның ішінде q, потом q қосылған 2, потом қосылған 5 қалады. Тең болады 0-ге. Осы жерде мына еселігіміз тең болады 2-ге. Мынаны 0-ге теңестіретін болсаңдар, бұдан түбір шықпайды достар. Окей, сонда еселік 2-ге тең екен. Енді еселік бар, болды v6-ны таба береміз. v6 тең болады v1, v1-дің мәні достар бізде 3-ге тең, көбейтеміз 2-ның бізде 5 дәрежесіне. Мұнда 3 көбейтілген 32 бізде шығады 96. Есептің шешімі достар А нұсқасында орналасқан. Осымен біздегі 20-шы есеп тәмамдалды. Келесі бізде 21-ші тапсырма. Деген достар 21-ші есепте өрнекті ықшамдаңыз дейді. Бұл жерде лайфхактар бойынша шығаратын болсаңыз, мына альфаның орнына мысалы 30 градусты апарып қоя салыңыз. Сол кезде синус 120, астында косинус 120, косинус 60, мұнда косинус 60 болады да. И сіз не етуіңіз керек? Есептеуіңіз керек сол градустарды, и мәндер арқылы какой-то бір сан шығады ең соңында, и мына жерлерге де сол 30 градусты қойып тексересіз. Мына жерде шыққан мысалы к дейтін бір сан, мына жерде а, б, с, д қайсысынан шығып тұр, сол дұрыс жауап болады. Енді нақты математикалық шығару жолына келейік. Бұл жерде синус 4 альфаны біз ашып жіберсек болады. 2 синус 2 альфа, косинус 2 альфа деп. Көбейтілген, мына жерде косинус 2 альфа деп тұр. Косинус 2 альфа деген ол бізде пока осылай өзі жазыла берсін. Бөлшектің бөліміне келетін болсақ, 1 плюс косинус 4 альфа дейді. Бұны біз синустың формасы бойынша ашып жіберсек болады. Ол деген бізде 1 азайтылған, жақша қоймай қойып, давайте таңбыз плюс болғандықтан 2 синус квадрат 2 альфаны береді. Және де мұнда 1 плюс косинус 2 альфа пока что жазыла берсін. Енді осы жерден біз мұна 2-ні шығарып жіберсек болады, жақшаның сыртына. Сол кезде бізде 1 минус синус квадрат 2 альфа қалады. Яғни бұл нәрсе қайдан шықты дейтін болсақ, 1-ге 1-ді қосамыз 2 ғой, сонда мынада 2 бар, мына жерде 2 бар, соны шығарып жіберіп тұрмыз. Және де бұл бізде көбейтіледі 1 плюс косинус 2 альфаға. Бөлшектің бөлімінде 2 синус 2 альфа көбейтілген косинус квадрат 2 альфа. Мына өздерің білетіндей косинус квадрат 2 альфаның мәніне тең болады. Сонда мынау 2 қысқарып кетеді достар. 2 мен мына 2 қысқарып кетеді. Бізде тең болады синус 2 альфа бөлшектің бөлімінде 1 қосылған косинус 2 альфа. Енді барып мынаны косинус 2 альфасын ашатын болсақ, 1 азайтылған синусқа қатысты ашайын деп жатырмын достар. 1, то есть 1 плюс 1 минус 2 синус квадрат альфа болады. Бөлшектің алдында 2 синус альфа, косинус альфа. Енді дәл бағанағыдай, мына екеуінің қосындысы 2, мұнда 2 бар. Жақшаның алдын шығарып жібереміз. 1 азайтылған синус квадрат альфа қалады. Бөлшектің алымында 2 синус альфа, косинус альфа. 2 мен 2 қысқарады. Мұнда косинус квадрат шығып тұр достар. Квадрат мен мынау қысқарып кетеді. Синустың косинуске қатынасы қалады. Синусты косинусқа бөлсек, әрине тангенс альфа. Сонда есептің шешімі С нұсқасында орналасқан. 21 осымен тәмам. Келесі бізде 22-ші есеп. Так, достар, өзімнің алгебра курсымда бір таныстырып өтейін. Достар, қараңыздар, егер де сіздер ұбт математикасына өте арзан бағада бар болған 20 000 теңгеге тыңғылықты дайындалуларыңыз келсе, онда мен сізді өз курсымда күтемін. Курста арнайы платформа бар, видео сабақтардың ұзақтығы 1-1,5 сағатты құрайды. Әрбір тақырыптан кейін қайта-қайта Google Meet'ке кіріп практика жасау деген нәрсе жоқ. Яғни сол 1-1,5 сағаттың ішінде біз теориямен де танысып үлгереміз и практикада жасап үлгереміз. Және дәл сол есептерге ұқсас есептерді үй тапсырмасына беремін. Мысалға, функция деген тарауда 200 есеп бар, тригонометрия деген тарауда 100 есептей бар. Вот, енді осының барлығының бағасы ұбт-ға дейін 20 000 теңге ғана. Ал үшін жай ғана WhatsApp-қа өтіңіз. Сонымен қатар платформада жалпы 2000 есеп бар. Үй тапсырмаларының барлығының шешімдері де бар.
Окей, осындай керемет мүмкіндікті, керемет ұсынысты жіберіп алғыңыз келмесе, міндетті түрде WhatsApp-қа өтіңіз. Мен сізді өз курсымда күтетін боламын. Деген достар, 22-ші есепте теңдеудің түбірлерінің қосындысын табыңыз дейді. Мұнда 9-ның x дәрежесі, мұнда 3-ның x дәрежесі. Әрине өздерің біліп отырғандай 3-ның x дәрежесін, бұл бізде 22-ші есебі. 3-ның x дәрежесін біз т-ға теңестіріп аламыз. Сонда 9 деген ол 3-ның квадраты ғой. Получается, алдындағы көбейтіліп тұрған мына 3-ті жазамыз, көбейтілген, енді 9x-тің орнына т квадратты жазамыз. Азайтылған 10-т қосылған 3 тең болады 0-ге. Енді осы жерден біз t1 t2-ні табатын болсақ, t1-дің мәні бізде 3-ке тең болып шығады. t2-ның мәні ол бізде 1 бөлінген 3 болады. Енді мына жерде 3-дің x дәрежесін осы мәндерге теңестіреміз. Сонда x тең болады 1-ге. Одан кейін 3-дің x дәрежесі тең болады 1 бөлінген 3. Осы жерден 3-тен 1 деген ол 3-дің минус 1 дәрежесі. Получается, біздің x-іміз минус 1-ге тең екен. Осы екеуінің қосындысын сұраған, қосындысы 0-ді береді. Сонда бізде 22-ші есеп аяқталды. Келесі бізде 23-ші тапсырма. Бұл есепте достар, дұрыс үшбұрышты пирамида айтылып тұр екен. Демек, бірінші сызбасын сызып қояйық. Дұрыс үшбұрышты пирамида дегеніміз табанында тең қабырғалы үшбұрыш жатыр деген сөз. Мына жердегі мына 3 қабырға ол бірдей болады табанында жатқан. Яғни тең қабырғалы үшбұрыш. Қабырғасы 2-ке тең. Окей, мына жер 2-ке тең. Бүйір қыры 3-ке тең, бүйір бетін аудан тап дейді. Бүйір қыры 3-ке тең, бүйір бетін аудан табу үшін бізге жарты периметр керек. Табанның, яғни табанның периметрін бөлеміз 2-ке, көбейтеміз апофемаға. Бұл жерде апофема деген достар мінеке мына зат. Бізге осы жерде мынау L керек. Енді табанның периметрін таба саламыз, мынаны қалай табамыз? Бұл жерде достар, мына апофема түскен кезде мына теңді 2 бөлікке бөледі, мына жер 1, мына жер 1 болады. Енді Пифагор теоремасымен, мына үшбұрышқа қатысты Пифагор теоремасын жазатын болсақ, гипотенузаның квадраты 3-дің квадраты, одан азайтамыз 1-дің квадраты. Сонда бізде түбірасты 8. Түбірасты 8 деген бұл 2 түбірасты 2. Қазір біз оны қолданып қаламыз. Сонда есептейтін болсақ, периметрі табанның 2, 2, 2, яғни 6, оны бөлеміз 2-ке, көбейтеміз 2 түбірасты 2-ке. 2 мен 2 қысқарады, 6 түбірасты 2 дейтін жауап шығады. 6 түбірасты 2 достар д нұсқасында орналасқан. Осымен біздегі 23-ші тапсырма аяқталды. Келесі бізде 24. Енді 24-ші есепте функцияның туындысын алып, шыққан функцияға ені қою керек екенбіз. Получается, туындысын алатын болсақ, f'(x) так. Бұл бізде 24-ші тапсырма. f'(x) тең болады. x-тан туынды көбейтеміз ln(x), қосамыз ln(x)тан туынды көбейтеміз x. Мәндерін қоямыз. x-ның туындысы 1, сонда мұнда ln(x)тың өзі, қосамыз ln(x)тың туындысы 1 бөлінген x, көбейтілген x, екеуі бізде қысқарып 1-ді береді. Қысқаша айтқанда 1 қосылған ln(x) шықты бізде. Енді осының орнына ені апарып қоя салу керек екенбіз. Сонда бізде 1 плюс ln(e). ln(e) деген достар 1-ге тең, 1-ге 1-ді қосамыз 2. Демек есептің шешімі нұсқасында орналасқан. Енді достар, бұл жерде ln дегеніміз не екенін білетін шығармыз. Логарифм e негізді дегенді білдіреді. Және мына нәрсе қайдан шықты дейтін болсақ, бұл туындының u көбейтілген v формуласынан шығып жатыр. Екі функцияның көбейтілісінің формуласынан шығып жатыр. Окей, 24 аяқталды. Келесі бізде 25. Шектелген фигураның ауданы, бұл бағанағы бір есепке ұқсайды достар. 25 интегралмен шығарылатын есеп. Аудан табу керек. Бұл жерде өздерің байқағанда шектері айтылмаған. Демек біз не істейміз? Екі функцияны бір-біріне теңестіру арқылы шектерін тауып аламыз. Сонда бізде минус x-тің квадраты қосылған 4x тең болады 0-ге. Давайте екі бетін минус 1-ге көбейтіп, таңбаларын дұрыстап алайық. x квадрат минус 4x тең болады 0-ге. x-ті шығарып жібереміз әрине. x минус 4 тең болады 0-ге. Осы жерден x тең 0-ге және x тең 4-ге. Шектерін тауып алдық. Интегралды қоямыз. 0-ден 4-ге дейін дейміз. Сосын минус x квадрат плюс 4x-тан мына жердегі 0-ді азайтамыз. Ешқандай нәрсе өзгермейді 0-ді азайтсақ. Сол үшін міне өзін жазып қоямыз. Минус x квадрат қосылған 4x dx. Интеграл алатын болсақ, минус x-тің кубы бөлінген 3 қосылған 4x-тің квадраты бөлінген 2. Интегралды білетін шығармыз біз. X-тің n дәрежесінен интеграл алатын болсақ, демек дәрежеге 1 қосылады, тура сол дәреже бөлшектің бөліміне жазылады. Міне біз осыны қолданып жатырмыз.
шектері 0-ден бастап 4-ке дейін. Дәл бағанағыдай Ньютон-Лейбниц формасы бойынша бұны есептейтін болсақ, так, сәл бүйтіп көтеріп қояйық қазір. Бізде шығады екен 10,3-тен 2. 10,3-тен 2. Сонда есептің шешімі достар С нұсқасында орналасқан. Осымен 25 аяқталды, келесі бізде 26. Енді достар 26-шы есеп, бұл уже контексттің тапсырмалары өздерің білетіндей. Бұл жерде фермер өлшемі 8-де 20 болатынын енді PDF-ке сызбасын салам деп ұмытып кеттім достар, сол үшін осыған қойып қойдым. Скорее всего, Телеграмға жіберемін дегенше, может PDF-ке де қоятын шығармын, білмеймін, көреміз енді. Жылыжай еденнің ауданын табыңыз дейді. Достар, қараңдар, бұл жерде еденнің ауданы міне 8-де 20 болып тұр бізде. Так, қазір достар кешірім сұраймын. Так, не нәрсе қосылып кетті бізде. Так, 8-де 20. Так, демек 26. Бұл жерде біз ауданды табатын болсақ, 8 бен 20-ны көбейте саламыз. 8 метр көбейтілген 20 метр. Шығады бізде 160 метр квадрат. Яғни еден деген міне мынау астыңғы бөлік қой, кәдімгі пол ғой, короче айтқанда. Вот сол 160 метр квадрат. Есептің шешімі Б нұсқасы. Келесі 27. Бұл жерде бізде жылыжайдың ішінде ауаның жалпы көлемі, яғни ішкі сыйымдылығын табыңыз дейді. Енді бұл жерде достар мына фигураның көлемін табуымыз керек. Енді бұның көлемін табу үшін бұл екі фигурадан құралып тұр ғой. Демек екеуін күн жеке-жеке тауып қосамыз. Сонда В1 деп қояйын. Ол бізде мынау тік төртбұрыш пішінді деп тұр, иә. Жылыжай қабырғалар 2. Яғни бізде мына жер достар, міне мынау, ол бізде не? Ол бізде так, тік төртбұрышты призма. Енді оның көлемін табатын болсақ, енін, ұзындығын, биіктігін көбейте салып болды ғой. Сол кезде бізде 8 көбейтілген 2 көбейтілген 20. 320 метр куб. Одан кейін келесі бізде V2 ол жарты цилиндр деп тұр. Міне мынау ғой. Мына жер міне жартылай цилиндр. Сонда мен не істеймін? Бұны толық цилиндр ретінде қарастырып көлемін 2-ке бөліп жіберсек болады. Немесе сразу 2-ден 1 дейтін коэффициентті алдына қойып жаза берсек болады. Цилиндрдің көлемінің формуласы табанның ауданын биіктікке көбейтеміз. Енді мына цилиндрдің биіктігі ол мына жер ғой. Бұл бізде 20-ға тең. Ал табанның аудан табу үшін радиус керек, радиус 4-ке тең. Получается 2-ден 1 көбейтілген пи көбейтілген r-дің квадраты, яғни 4-ті квадраттаймыз, ол бізде 16, биіктігі 20. Сонда бізде 160 пи шығады. Есепте оңай болу үшін пиді 3-ке тең деп ал деп тұр. Сонда 160-ты, так, мынаны сәл бүйтіп ойнан қойып қойып қазір. 160 пи, енді бізге есепте оңай болу үшін пидің орнына 3-ті қоямыз. Сонда бізде 160 көбейтілген 3 ол 480 болады. Сонда достар, қараңдар, бізде көлем 320, одан кейін көлем 780, енді екеуін қосатын болсақ, бізде В жалпы шығады. Ол бізде қанша тең болады? Ол бізде 800-ге тең болады. Яғни 480-ге 320 метр куб қосылып жатыр. Сонда 800 метр куб нұсқасы болады. Келесі фермер жылыжай еденінің 75%-на қызанақ көшеттерін отырғызады. Қызанақ егілген ауданда табыңыз. Яғни 28. Бізге нені айтып жатыр? Қараңдар, жылыжай еденінің 75%-на. Яғни еден деген біз бағана оның аудан таптық 160 метр квадрат. Соның 75%-на отырғызады. Получается 160 көбейтілген 100-ден 75. Болды, осыны есептейміз. Мына жақта 0-ден қысқарта салсақ болады. Мұнда 16 мен 10-ды қысқартсақ, мұнда 5-тен келеді, мұнда 8-ден келеді. 75 пен 5-ті қысқартсақ, мұнда 15-тен келеді, мұнда 1 болады. 15 пен 8-ді көбейтетін болсақ, бізде 120 метр квадрат шығады. Демек, қызанақ егілген аудан ол 120 метр квадрат болады екен. 28 осымен тәмам достар, келесі бізде 29. Арқа тәрізді төбесін жабу үшін қанша квадрат метр мөлдір поликарбонат қажет дейді. Жартылай цилиндрдің бір бетінің ауданы айтып жатыр бізге. Сонда 29-шы есепте цилиндрдің бір бетінің ауданын табуымыз керек. Цилиндрдің бір бетінің ауданын табу үшін біз мына формуланы қолданамыз. 2πrh деген, яғни SB тең болады 2πrh. Енді бағанағы сызбаға бір қайтып барайық біз. Бұл жерде радиус 4-ке тең. H дегеніміз міне мынау дедік, 20. Сонда достар, қараңдар. Мұнда жазатын болсақ,
2π RH получается 2π көбейтілген радиусы 4-ке тең. Давайте пидің орнына сразу 3-ті қойып іздеп, есептің шартында оның орнына 3-ті қой дегенімізге. Көбейтілген H биіктік 20. Енді осыны есептейтін болсақ, 6, мына жақта бізде 80, 6 мен 80-ді көбейтеміз, 480. Бірақ бұл есептің әлі толық шешімі емес. Себебі біз жартылай цилиндрмен жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан мынаны не істейміз, 2-ге бөліп жібереміз. S бүйір бет, мына бізде тең болады 1 бөлінген 2 көбейтілген 480. Шығады бізде 240 метр квадрат. Болды, демек есептің шешімі 240 метр квадрат сын нұсқасында орналасқан. Келесі достар, бізде 30-шы тапсырма. Енді 30-шы есепте, егер әр 1 метр квадратқа аудан орташа сеппен 15 кг қызанақ алынса, фермер барлығы қанша тонна қызанақ жинайды дейді. Достар, қараңдар. Бізде жалпы мынау жер, сол жылыжайдың ішіндегі жердің ауданы 160 метр квадрат еді, дұрыс па? Енді бұл айтады, әрбір 1 метр квадратқа дейді, орташа есеппен 15 кг қызанақ жинайды дейді. Енді 1 метр квадратқа 15 жинаса, 160-қа қанша жинайды? Ол үшін жай ғана көбейте саламыз, дұрыс па? 15 килограммды. Сол кезде бізде 15 пен көбейтіп алатын болсақ, бізде 2400 килограмм шығады. Ал жауаптарға қарайық, бұл жерде барлығы тоннамен тұр. Енді бұл жерде 2,4 тонна болады. Яғни есепті 2400-ді жалпы килограмм, бұны тонна келтіру үшін 1000-ға бөліп жібереміз. Сол кезде 2,4 тонна болады, достар. Окей, осымен 30 аяқталды. Келесі бізде 31-ші есеп, шешпестен бұрын қазір біз былай жасап алайық. Кеттік. Енді так, 31-ші тапсырмада бізде не нәрсе айтылған? График берілген дейді, достар. Мәндермен сәйкестендіреді. Окей, F4-ті сұрап тұр және F0-ді сұрап тұр. Жақсы, енді бізде теңдеуде тұр, достар, қараңдар. Демек, осы теңдеуге апарып қойсаңдар болады. Или есептегім келмейді дейтін болсаңдар, онда графикмен сәйкестендіріп алыңдар. Давайте қазір екеуін де көрсетейік. Бізде F4-ті айтып жатыр, достар, қараңдар. F4. F4 деген X-тің орнына 4-ті қой дейді, міне. Демек, мынаға сәйкес келетін графиктің бойынан Y-тің мәнін іздейміз. Ол бізде міне -3, достар, көрдіңдер ме? Сонда F4-тің мәні -3-ке тең. Ал егер функциямен шығарам дейтін болсаңдар, теңдеумен, онда мына жерге жай ғана 4-ті апарып қоя саламыз, достар. Сонда қараңдар, F4 бізде тең болады 4-тің квадраты, азайтылған 6 көбейтілген 4 қосылған 5. Есептейтін болсаңдар, -3 шығады, достар. -3 шықпаса маған келіп атсаңдар болады. Жақсы, енді F0 дейді, достар. X-тің бойына 0 дейтін нүктеге қараймыз. И бұл жерде X-тің орнына 0-ді қоятын болсақ, немесе мында ғой. Мына осьтің бойында кіріп кетеді, сонда. Получается, достар, қараңдар. Егер бұған түсінбей қалсаңдар, бағанағы әдіс бойынша, яғни теңдеуге апарып F0-ді таба салыңдар. F0 тең болады 0 квадрат азайтылған 6 көбейтілген 0 қосылған 5. Шығады 5. Яғни F0 деген X 0 ғой. Значит, біздің график ол Y-тің бойында жатады деген сөз. И ол мына жерде бір нүктеде тұр, достар. Сонда біз не істейміз? Жауап ретінде белгілейміз. Яғни 5 дейтін нүкте ол бізде есептің шешімі болады. Негізі ол өте оңай есеп. Келесі бізде 32-ші тапсырма. Енді достар, 32-ші есепте планиметрден есеп келген екен. АВС үшбұрышының АБ қабырғасының ортасында М нүктесі, ВС қабырғасының ортасында К нүктесі орналасқан, егер бла-бла-бла информация берген. Достар, енді бұл 32-ші есепте үшбұрыштың нақты қандай типте екені айтылмаған. Тең қабырғалы ма, тең берілі ме, тік бұрышты ма, я вообще информация жоқ. Сол үшін біз қабырғасы әртүрлі үшбұрышты сызамыз қазір. Так, сонда бізде АБС. Енді достар, осы жерде бізге нені айтып жатыр? АБ қабырғасының ортасынан М нүктесі алынды дейді. Сонда қараңдар, мына жерде М дейтін нүкте қақ ортадан алынып тұр. Және БЦ-ның бойына К нүктесі алынып тұр, міне. Қақ ортасынан К нүктесі алынып тұр. Демек, міне. Теңде екі бөлікке бөліп тұр. Енді бізге нені айтады? МБ 7,5 дейді. Мына жер 7,5 болса, демек, мына бөлікте 7,5 болады, өйткені қақ ортасынан алынып тұр ғой М нүктесі, сондықтан екі бөлік бірдей болады. Потом МК 12,5 дейді. Яғни міне. Мынаның ұзындығы бізде 12,5 екен. Давайте мұны жазып қойсақ. МК тең 12,5. Потом, мынау көп екен, БК 10-ға тең дейді. Бүкіл үрім бұтағымен жүр ғой сандар. Так, БК 10-ға тең, демек, мында да 10 болады. Екен теңде екі бөлікке бөліп тұр, мына К деген нүктеміз. Енді осы жерде біз нені білеміз, осы қараңдаршы?
мынау м және к дегеніміз аб-ны да б-ны да теңдей екі бөлікке бөліп тұр. Демек, бұл деген ортасызық қой достар. Өйткені бұл не істеп тұр? Екі қабырғаны теңдей екі бөлікке бөліп тұр. Демек, бұл ортасызық. Енді бұл ортасызық болатын болса, достар, МК 12,5 мынау ғой міне. Демек, АС осыдан 2 есе үлкен болады. Түсіндіңіз бе? Сонда АС ол 2-ні 12,5-ге көбейтеміз. Получается бізде 25. Енді осы жерден қабырғаларын бір жазып қояйық. АВ дегеніміз достар 7,5, 7,5, яғни 15-ке тең болады қосатын болсақ. БЦ дегеніміз ол 10, яғни 20 болады. Сонда 15, 20, 25. Достар, не нәрсені байқап тұрсыңдар осы жерден? Видеоны пауза қойып бір ойланып көріңдерші. Қараңдар, бұл жерде 15, 20, 25 деген Пифагор сандары емес па? То есть 15-дің квадратына 20-ның квадратын қосақ 25-ті береді. Дұрыс па? Демек, достар, бұл жерде АС дегеніміз ол бізде гипотенуза екен. АБ мен БЦ ол катет екен. Өйткені Пифагор формуласы бұған орындалып тұр. Пифагор формуласы орындалып тұрса, демек ол тікбұрышты үшбұрыш дегенді білдіреді. Түсіндіңіз бе? Сонда, достар, қараңдар, бізге жалпы үшбұрыштың типін анықтап алу үшін бұл керек болды. Бұл тікбұрышты үшбұрыш, Б бұрышы тік екен. Жақсы. Енді Б төбесінен АС қабырғасының Б төбесінен АС қабырғасына жүргізілген BH биіктік қараңдар. BH дейтін биіктік болғандықтан 90 градуспен түседі. Және BT медианы. Осыларды сәйкестендір дейді достар. Мынау бізде BH, мынау бізде BT. Енді тікбұрышты үшбұрыш болғандықтан оның биіктігін біз катеттерін көбейтіп гипотенузаға бөлу арқылы шығарып жіберсек болады. Бұл тікбұрышты үшбұрышқа орындалатын формула, тек қана тікбұрышты үшбұрышқа орындалады. Сонда катеттері оның 15 және де 20, ал гипотенуза 25. Енді осыны есептейтін болсақ, бізде екеуі қысқарады, мұнда 3 болады, мұнда 5 болады, қайттан мына екеуі қысқарады, мұнда 4 болады. Қысқаша айтқанда бұда биіктігі 12-ге тең болып шықты. Демек, BH биіктік достар 12-ге тең екен. Ал енді медиананы табатын болсақ, медиана дегеніміз достар тікбұрышты үшбұрышта, именно тікбұрышты үшбұрышта ол гипотенузаның жартысы болады. Получается, бізде гипотенузамыз 25 болса, оның жартысы 12,5-ге тең. Болды, достар. Сонда BT ол 12,5 сын нұсқасында орналасқан екен. Окей, осымен 32-ші есеп аяқталды. Түсіндіре алдым деген ойдамын. Сұрақ туындаса міндетті түрде WhatsApp-қа, немесе Telegram чатқа, немесе комментарийге жазып сұрай берсеңіздер болады. Окей, осымен 32 тамам. Келесі бізде 33. Енді 33-ші тапсырмада X пен Y өрнектері айтылған екен бізде. Так, сәйкестендіріңіз дейді. X минус Y, бла-бла-бла-бла-бла. Окей, аның мәні 2, бұның мәні минус 1. Бұл деген кәдімгі 5-ші, 6-шы сыныпта өтіп кететін тақырып достар сіздерде. Сонда енді 33 деп қояйық, X тең болады. 3 көбейтілген аның орнына 2-ні қоямыз, B-ның орнына минус 1-ді қоямыз. Сонда бізде 6 қосылған 2 шығады 8. X мән 8, енді Y мән тауылайық, бұл 2A плюс B екен, демек 2 көбейтілген 2 қосылған бізде минус 1 болады. Сонда бізде бұл 3-ке тең екен. Енді X-тен Y-ті азайт дейді, демек 8-ден 3-ті азайтамыз 5 болады. X-ке Y-ті қос дейді, ол бізде 11 болады. 33 осымен тамам достар. Келесі бізде 34. Теңдеудің түбірлері екені белгілі, мәндерін сәйкестендіріңіз дейді. Окей, бұл жерде достар өте ұзақ шығарылатын есеп тұр екен бізде. Өте ұзақ деген сөз ол күрделі дегенді білдірмейді. Просто қадамдары көп болады бұл жерде. Нақтырақ айтқанда былай. Мына жерден достар модулі бар өрнектердің барлығын нөлге теңестіріп түбірлерін, жоқ, өтірік айтам, шатасып кеттім, sorry. Бұл жерде барлығын бір бетке жинасақ болады деген ойкен қараңдаршы. Мында x минус 2, x минус 2, x минус 2. То есть бір модуль бірнеше рет қайталанып тұр. Бірдей. Демек, модульді бір бетке, санды бір бетке лақтырсақ болады. Мен басында ойлағанда былай ойлап шатасып кеттім да, типа, мына жерде басқа модуль, мында басқа, и сосын какой-то бір x-тар бар шығар деп, мында солай түсініп қалыппын да. Сол үшін жаңа интервалдар ұзақ болады, анау деп солай қуып кетіппін мен. Кешірім сұраймын. Кеттік. Шығарайық 34. Бұл жерде просто біріктіреміз и все, бағана айттық. Мынаны былай қарай өткізіп аламыз, мынаны былай қарай. Сонда 3-ке 4-ті қосамыз 7, 7-тен мына 2 азайтылып кетеді. 5, потом x минус 2 қалады достар. Тең, мына жерде бізде 8, оған мынау плюс 12 болып келеді, сонда общий бізде 20. Енді мына жерде x минус 2 тең болады 25-ке бөлеміз 4-ке. Осы жерден x минус 2 тең болады 4-ке, потом x минус 2 тең болады минус 4-ке. Модуль теңде болғандықтан плюс минуске теңестіреміз. Осы жерден x тең болады 6-ға, мұнда x тең болады минус 2-ге. Енді екеуінің қосындысын сұраған 6-ға минус 2-ні қосатын болсақ бізде плюс 4 шығады.
Потом екеуінің көбейтіндісін сұраған, ол бізде минус 12 болады. Болды, А және Б нұсқаларын белгіледік. Келесі достар, бізде 35-ші тапсырма. Деген достар, 35-ші есепке келетін болсақ, бұл жерде бізде прогрессияның есебі келген екен. А, Б сандары өспелі арифметикалық прогрессия құрайды дейді. Яғни мысалға А, Б, С дейтін сандар болатын болса, мынау типа А1, мынау типа А2, мынау типа А3 болып тұрады достар. Түсіндіңіз ғой, иә? Давайте енді айнымалының санын көбейтпей, бұны үш салайық. Просто мағынасын түсінсеңіз болады. Бұл арифметикалық прогрессияның алғашқы үш межесі А1, А2, А3. Енді осы сандарға қосындысы 15-ке тең дейді. Окей. Достар, қараңдар, қосындысы 15-ке тең дейтін сөйлемдерді байқайтын болсаңдар, онда есепті былай түрлендіріп алған дұрыс болады. Қараңыздар. Мынау Б-ның өзін жазып қоямыз. Ал енді С дегенді через Б арқылы жазатын болсақ, біз оны бүйтіп жазсақ болады ғой. Б плюс Д деп дұрыс па? Өйткені бұл арифметикалық прогрессия құрайды ғой. Енді ортаңғы мүшесі Б болса, одан кейінгі мүшесі соған айырманы қосқанға тең болады. Ал оған дейінгі мүшесі одан айырманы азайтқанға тең болады. Біз былай ғой, мысалға 5 дейтін бір санды алайық. Айырмасы 2 болсын. Демек, мұндағы сан 3, 7, мұндағы сан 3 болады, дұрыс па? Біз 3, 5, 7. Біз мына 7 дегенді 5 плюс 2 деп алсақ болады. 3 дегенді 5 минус 2 деп алсақ болады. Бұл жерде 2 деген Д, яғни айырма болып тұр. Түсінесіз бе? Вот, осылай өрнектеп алсаңыздар, осындай қосынды, тағы осы секілді мағыналас есептерде осылай өрнектеген ұтымды болады. Түсіндірілді ме? Енді достар, қараңыздар, сонда осылардың қосындысы, міне Б минус Д қосылған Б плюс Д. Ол 15-ке тең деп тұр екен. Демек, Д-лар жойылып кетеді, осы жерден Б-ны табатын болсақ, бұл 3-ке тең болып шығады. Жоқ, 3 емес, 5-ке тең болып шығады. 15-ті 3-ке бөлеміз. Енді қараңдар, сонда біздегі тізбек былай болды. А, сосын 5, сосын С. Пока осыған келдік. Енді келесі сөйлем, егер осы сандарға 1-1-4 сандарын қоссақ дейді. Яғни А1-ге, то есть А-ға 1-ді қосады, сосын 5-ке 1-ді қосады, 6 болады. 4-ке бізде С қосылады екен, міне. Осылай болатын болса, дейді, геометриялық прогрессия шығады дейді. Енді мен А-ның, С-ның орнына нені жазсам болады, достар? Мына жердегі Б минус Д, Б плюс Д дегендерді қолданып, мына сөйлемді өрнектесем болады. Сонда бізде былай ғой, А-ның орнына Б минус Д-ны жаза аламыз. Получается, міне. Б дегеніміз, достар, 5-ке тең, сразу орнына қояйық. 5 минус Д плюс 1. Одан кейін 6. С-ның орнына Б плюс Д, яғни Б деген 5-ке тең. 5 плюс Д плюс 4. Ықшамдайтын болсақ, 6 азайтылған Д, 6, 9 плюс Д. Мына осындай түрге келдік. Ал енді геометриялық прогрессияда, достар, андай бір ереже бар, қараңыздар. Бұлардың барлығы 9-шы сынып алгебрасында қарастырылады, достар. Мысалға, мынау деген, достар, бізде В1 болып тұр, мынау деген В2 болып тұр, мынау деген В3 болып тұр. Енді еселіктің қасиеті бойынша сіздер бұны былай жаза аласыздар. В2-ның В1-ге қатынасы ол В3-дің В2-ге қатынасына тең болады. Себебі, мысалы, бір тізбекті алып көрейікші. 3, 9, 27 деген. Бұл жерде барлығы 3-ке артып атыр, көрдіңіз ба? 3 есе артып атыр. Яғни 3-ке 3 көйде 9, 9 3-ке 27. Енді осы жерде 9-ды 3-ке бөлсек те 3 шығады, 27-ні 9-ға бөлсек те 3 шығады. Бұл осы еселіктің қасиеті, достар, көрдіңіз ба? Енді біз осыны форма түрінде жазатын болсақ, мына В2-ні В1-ге бөлсек, В3-ті В2-ге бөлсек, бірдей сандар шығады. Орындарына мәндерін қоямыз. 6 бөлінген 6 минус Д тең болады. Бізде 9 қосылған Д, мұнда 6. Енді осы жерден көбейтіп алатын болсақ, 36 тең болады екен. 6 минус Д, 9 плюс Д. Есептейтін болсақ, 36 теңеседі 54. Сосын бізде қосылған 6D, азайтылған 9D, азайтылған D квадрат. Барлығын бір бетке жинақтап аламыз. D квадрат. Мына жерде 6-тан 9 азайтамыз. Минус 3D, келесі бетке қарай плюс болып өтеді. 3D, сосын мұнда 36. 54-тен азайтылады. Сонда бізде минус 18. Тең болады 0-ге. Енді мынау деген, достар, минус 6 және 3 дейтін D-ның 2 мәнін береді. Енді қараңдар, достар. Осы жерде мына сөйлемге назар аударасыңдар. Өспелі деп тұр. Өспелі, яғни біздің тізбек өспелі. Ол қай кезде өспелі болады, достар? Ол бізде өспелі болады, D 0-ден үлкен болса. Арифметикалық прогрессияда D 0-ден үлкен болса, тізбек өспелі деген сөз. Получается, мына бізде өспелі емес. Түсіндіңіз ба? Демек, бұл не болады? Бұл кемімелі болады да, бұны тастаймыз. Бізге мынау керек, міне.
Айырма 3-ке тең. Енді достар қараңдар. Болды, есеп бізде шықты деп айтсақ болады. Қазір сәл мынаны бүйтіп көтеріп қояйық. Достар қараңдаршы, мына бізде бағана ортаңғы мүшесі 5-ке тең болып шығып еді ғой. Демек, енді осы 5-тен 3-ті азайтатын болсақ, 5 азайтылған 3 десек, ол әрине 2 болады. 5 қосылған 3 десек, ол әрине 8 болады. Мына біздің тізбек былай ғой, 2, 5, 8. Түсіндіңіз бе? 2, 5, 8 тізбегіміз өсіп келіп болып тұр. Яғни 5 минус 3, 5 плюс 3 қайдан келді десеңіз, міне ортаңғы мүше 5 болып тұр. Айырмасы 3-ке тең болып тұр. Сонда мына жерге апарып қоя салдық қой. Болды, сонда 2, 5, 8. Енді осылардың көбейтіндісін сұраған, мынаны көбейтетін болсақ, бізде 80 шығады. 2, 5, 8 үшеуін көбейтсек. Енді мына жерде 2 көбейтілген 2 қосылған 3 көбейтілген 5 азайтылған 8 дейтін болсақ, онда бізде 4 қосылған 15 азайтылған 8. Онда бізде 7, 4 қосамыз 11. Яғни д нұсқасында жауап шығады екен. Осындай кәдімгі күрделі с деңгейлі есеп. Надеюсь, түсіндіре алдым деген ойдамын, достар. Түсінбей қалған болсаңыздар, не істеу керектігін білесіздер. Ұялмай міндетті түрде сұраймыз, иә. Так, окей, 35 аяқталды. Келесі бізде 36-шы тапсырма. Кеттік, енді бұл есепте өрнекті шамдаңыз дейді. Кәдімгі а деңгейлі есеп, мынау а деңгейінің өзінің де оңай, иә. Ладно, босылдай бермей айтайық. Бізде 8х азайтылған 4х плюс 10 болады мұнда. Яғни жақшаны ашқан кезде жақшаның алдындағы таңба жақшаның ішіне әсер етеді. Сол кезде бізде 4х плюс 10 қалады. 4х плюс 10 деген б нұсқасында тұр. Потом болды, бізде басқа вариант жоқ. Тек осы жауап. Қалғандары бізге сәйкес келмейді, иә. Тек біреуін ғана белгілейміз. Окей, кеттік. 36 тәмам. Келесі бізде 37. 37-те бізде келіп тригонометриялық функциялар келген екен. Бұл жерде қатты күрделі есеп емес. Арктангенс 1. Жалпы арк деген ол доға дегенді білдіреді. Прямой перевод алатын болсақ. Доға деген ол бізде бұрыш. Получается, арк дегендер ол бұрыш деген нәрсені береді. Енді достар, арктангенс 1 деген тангенстің 1-ге тең болатын градусы деген сөз ғой, бұрышы. Ол бізде 45 градус болады. Мысалы, мына жерде арк косинус 2-ден 1 дейді. Бұл косинустың 2-ден 1-ге тең болатын градус. Ол бізде 60 градус болатын. Көрдіңіз бе? Орындарына мәндерін қоя саламыз. Сонда бізде синус 2 мен, мына жерде 2 деген сан тұр. 45-ті көбейтсек 90 градус, қосылған 60 градус. Мына дейтін кәдімгі келтіру, иә. Біз косинусқа ауыстырып жібереміз, өйткені 90 дейтін келтіру бұрышында ол өзгертіп жібереді. Мұнда 60 градус жазамыз. И енді 90 деген достар, мұнда оған қосып тұрмыз. Екінші ширек. Екінші ширекте синустың таңбасы ол бізде плюс. Демек, плюс косинус 60. Мәні 2-ден 1-ге тең болып шығады. Енді осы жатқан аралықтар 2-ден 1 деген мына аралықта жоқ. 0,6 мен 1-дің арасында жоқ. Минус 1 мен 0,4-дің арасында жоқ. 0,3 пен 0,8-дің арасында 0,5 бар. Минус 1 мен 0-дің арасында жоқ. 0,8 мен 1,5-дің арасында жоқ. Сонда есептің шешімі д нұсқасында орналасқан екен, құрметті достар. Окей, кеттік әрі қарай. Мынаны сәл бүйтіп қазір түсіріп алайық. 38-ші тапсырма. Дайын достар, бұл есепте өспелі арифметикалық прогрессия үшін мына шарт орындалады дейді. Сонда 38-ші тапсырма бізде А3 пен А6-ның көбейтіндісі айтылып тұр екен, ол 40-қа тең. Достар, сөйлемді оқыған кезде міндетті түрде өспелі дегеннің астын сыз қойыңдар. Себебі бұл өте маңызды информация. Бізде қазір 2-3 элемент шыққан кезде соның біреуін таңдап алуға керек болады. Окей. Енді осылай болғаннан кейін бізге нені айтады? А3 қосу А4, я осылай А6-ға дейін қосады екен. Осы қосында бізде 26-ға тең дейді. Мінекей. Бізге А1-ді сұрап тұр. Болды, бұл жерде біз жай ғана формулаларды қолданамыз, иә, арифметикалық прогрессияны. А3-тің формуласы ол бізде А1 қосылған 2-ді болады. Ашатын болсақ, А6 дегеніміз А1 қосылған 5-ді болады. Бұл бізде 40-қа тең екен. Жақсы. Астыңғы өрнектен А3 деген А1 плюс 2-ді, А4 деген А1 плюс 3-ді, А5 деген А1 плюс 4-ді, А6 деген А1 плюс 5-ді. Тең болады 26. Енді нені байқаймыз? А1 плюс 2-ді осы мына шетке 2 мүшемен, мына шетке 2 мүшемен қоссақ, и ортаңғы мүшелерді өзара қоссақ, мынандай өрнекті аламыз, қараңдар. Так, А1, 2А1 қосылған 7-ді. Мұнда да дәл солай. 2А1 қосылған 7-ді. Біз көрдіңдер ме? 2 шеткі мүшелерін қоссақ, и ортаңғы мүшелерін қоссақ, 2 қосынды бірдей болады. Тең болады 26-ға. Енді мына жерден 2 штук бар ғой бізде. Сонда 2А1 плюс 7-ді. Тең болады 26.
иә, бұл жерде 2-ге бөлеміз, сонда 2a1 қосылған 7d тең болады 13-ке. Осы жерден біреуін түрлендіріп аламыз, a1-ды либо d-ны. Енді a1 түрлендіріп алайық. Ол бізде 13 азайтылған 7d бөлінген 2 болады. Осыны аламыз да мына a1-дың орнына апарып қоямыз. Сол кезде бізде 13 минус 7d бөлінген 2 қосылған 2d, келесі жақшаның ішінде 13 азайтылған 7d бөлінген 2 қосылған 5d. Так, қазір мынаны бүйтіп көтеріп қоямыз. И бұл бізде қосынды 40, то есть көбейтінді 40-қа тең. Ортақ бөлім беретін болсақ, мына жерде бізде 13 азайтылған мынаған 2-ден береміз ғой. Сонда бізде 3d болады. Бөлшектің бөлімде 2. Мына жерде мынаған 2-ден беретін болсақ, 13 қосылған 3d болады. Бөлінген 2. Тең болады 40-қа. Осы жерден 13, то есть уж түсінікті ғой достар, мынау мен мынау қысқаша көбейту формуласын беріп тұр. Сонда бізде 169 азайтылған 9d квадрат. 2 мен 2-ні көбейтеміз, мұнда 4. Келесі бетке қарай барса, ол плюс болып барады. Сонда бізде плюс болып барады деп, көбейту болып барады. Сонда бізде 160 болады. Осы жерден 9d-ның квадраты тең болады достар 9-ға, d тең болады плюс минус 1-ге. Енді вот көрдіңдер ма, бізден d-дан 2 шығып қалды ғой. Осындай моментте мынау әсер етеді, өспелі деп тұр. Демек, дәл алдындағыдай минусты тастаймыз, тек қана плюсті қалдырамыз. Өйткені өспелі болғанда үшін кемімелі дегенде біз минусты қалдырып плюс 1-ді тастайтын едік. Окей? Енді бізде өспелі деп тұрғандықтан плюс 1-ді алдық. Енді осыны алып алғаннан кейін a1 таба саламыз. Бұны табу үшін бүйтіп апарып мында қоя салсақ жеткілікті. Сонда a1 тең болады 13 азайтылған 7 көбейтілген 1 бөлінген 2. Шығады бізде 3. Яғни 13-тен 7 азайтамыз 6, 2-ге бөлеміз 3. Есептің шешімі сын нұсқасында орналасқан достар. Осымен 38-ші тапсырма аяқталды. Келесі бізде 39-шы есеп. Енді бұны есепті шығару үшін біз формуласын ашуымыз керек достар. Бұл жерде формуласын деппін ғой. Түрлендіруіміз керек деп айтайық. 25 деген ол бізде 5-тің квадраты x болады, дұрыс па? Азайтылған 8 көбейтілген 15 дегенде біз 3-тің x дәрежесі көбейтілген 5-тің x дәрежесі деп жаза аламыз. Қосылған 5 көбейтілген 3-тің квадраты x деп жазсақ болады, тең болады 0-ге. Енді бұл жерде достар нені байқаймыз? 5, 3, 5, 3. Яғни 5x де бар, 3-тің x дәрежесі де бар. Мына жерде бізде еще квадрат тұр. Біз бұнда есептеп етеміз. Барлығын либо 5-тің квадраты x-ке бөліп тастаймыз, немесе барлығын 3-тің квадраты x-ке бөліп тастаймыз. Өздеріңе қалай ыңғайлы достар, соған бөле беріңдер. Разница жоқ. Мен мысалы бұның барлығын 5-тің квадраты x-ке бөліп тастайын. То есть қараңдар. Мына жерде мынау бөлінеді ғой. Получается 3-тің өзі ғана қалады. Потом азайтылған мына жерде 8 көбейтілген 3-тің x дәрежесі көбейту 5-тің x дәрежесі дедік қой. Оның астында 5-тің квадраты x тұр. Демек, мынаның өзі мынаның біреумен қысқарып кетеді. Түсіндіңіз ғой? Қосылған мында 5 көбейтілген 3-тің квадраты x бөлшектің бөлімде 5-тің квадраты x тең 0-ге. Енді достар қараңдар. Мынандай нәрсе көріп тұрмыз. 3 азайтылған мында 8 көбейтілген 3-тің x дәрежесі, мында 5-тің x дәрежесі. Қосылған 5 көбейтілген 3-тің квадраты x бөлшектің бөлімде 5-тің квадраты x тең болады 0-ге. Нені байқадық? Тура мына өрнек мында квадратты тұр. Демек, мынаны біз t деп алатын болсақ, мұнда 3 азайтылған 8t қосылған 5t квадрат тұр ғой бізде. Тең болады 0-ге. Енді біздің мақсатымыз былай ғой, 5t квадрат азайтылған 8t қосылған 3 тең болады 0-ге. Осы квадрат теңдеуді шешу. Так, бұл квадрат теңдеуді шешкен кезде век дискриминант қолдануға болады, және одан да басқа мынандай бір әдіс бар еді. Енді оны білетін шығарсыздар. Типа, мына жерде 5 минус 8 плюс 3 коэффициенттерді қосқан кезде, барлығына 3 санын бір-біріне қосқан кезде 0 болып кететін болса, значит, бір түбіріміз 1-ге тең деген сөз. Ал екінші түбірді табу үшін бос мүшені бас коэффициентке бөлеміз. Типа 3-ті 5-ке. Немесе миды ашпай, кәдімгі век дискриминантпен таба берсеңіздер болады, разница жоқ. Окей, короче айтқанда біз осылай шығарып алдық. Енді не істейміз достар? Енді осыларды теңестіреміз, болды. Сонда біз бағана мынаны t-ға теңестіріп алып едік қой. Демек 3 бөлінген 5-тің x дәрежесі тең болады 1-ге. Получается, x тең болады 0-ге. Өйткені 1 дегенде біз 5-тен 3-тің 0 дәрежесі деп жаза алатын едік. Вот. Келесі, так, мынаны сәл бүйтіп
көтеріп қойған дұрыс, иә. Так. Келесі достар бізде 3 бөлінген 5, осының x дәрежесі тең болады 3 бөлінген 5. Яғни мынада достар бізде 1 дәреже тұр деген сөз ғой. Мында x тең болады 1-ге. Енді теңдеудің шешімдері жатқан аралықтар дейді. 0 мен 1. Минус 1 мен 2-ның арасында 0 де 1 де бар, иә? Ja, бар, демек жауап болады. Минус 3 пен 0-дің арасында жоқ, 1 мен 4-дің арасында жоқ, 2 мен 5-дің арасында жоқ, минус 2, минус 1-дің арасында жоқ, 3 пен 6-ның арасында жоқ. Ол сонда есептің шешімі А нұсқасында орналасқан екен. 0 мен 1 ол минус 1 мен 2-ның арасында орналасқан. Окей. Келесі бізде 40-шы тапсырма. Так, мынаны көтеріп қояйық. 40-шы есепте. Так. Дұрыс төртбұрышта пирамида табанының қабырғасы 2, ал бүйір қыры түбірасы 6 тең пирамида табандағы екі жақты бұрыштың тангенсінің мәні дейді. Қараңдар, дұрыс төртбұрышты пирамида айтылып тұр. Дұрыс төртбұрышты пирамида дегеніміз табанында квадрат жатады. Міне былай, именно былай. Табанда не жатады деп достар, квадрат. Оны қай сөйлемнен білдік? Дұрыс төртбұрышты дегеннен білдік. Короче, дұрыс деген сөзді көрсеңдер, дұрыс төртбұрыш, дұрыс үшбұрыш. Демек, табанда тең қабырғалы фигура бар деген сөз ғой. Окей, енді қабырғасы 2-ге тең дейді, міне. 2-ге тең екен. Окей. Бүйір қыры түбірасты 6-ға тең. Мыналардың барлығы осы бүйір қырлары достар. Барлығы. Сонда бұл бізде түбірасты 6-ға тең екен. Пирамида табандағы екі жақты бұрыштың тангенсінің мәні дейді. Екі жақты бұрыш деген былай болады достар. Мысалға, бізде биіктігін түсіріп алайық. Міне биіктік түсті ғой. И енді осы түскен центрден былай қарай перпендикуляр жүргіземіз достар. Міне перпендикуляр біреу кетті табанынан. И екінші бір перпендикуляр жүргіземіз. Давайте оны біз басқа бір түспен алайық қазір. Так. Мысалы мынандай бір түспен. Міне. Екінші бір перпендикуляр. Міне көрдіңдер ме достар? Табандағы екі жақты бұрыш деген, ол табан жазықтағы, сосын бүйір жақ бет бар ғой, осылардың арасында болады. Түсінесіз ба? Мысалға мен мына табан жазықтығы мен мына жақтағы мынаны ала салдым. Или мынаны да алуға болады достар. Мына жақты да алуға болады. И мынау ең артында тұрған мына жақты да алуға болады. Ше, мысалы табан жазықтығы болса, мынау міне бүйтіп тұр. Мына жердегі бұрыш бар ғой, осы табандағы екі жақты бұрыш деп аталады. Түсіндіңіз ба? Мынау бүйтіп тұр, мысалы біз мынандайды алып тұрмыз міне. Табаны және бір бүйір жағы арасындағы екі жақты бұрыш. Бұл да екі жақты бұрыш. Вот. Просто көрінетін жері осы болып тұр да, ыңғайлы көрінеді. Сол үшін мен осыны алып тұрмын. Именно осымен ғана шектелу керек деген әңгіме жоқ, окей? Енді достар қараңдар, табандағы екі жақты бұрыш деген табу үшін біз не істейміз? Міндетті түрде мынау биіктік түсіріп аламыз, ол какой-то бір центрге түседі, сосын содан бастап бүйтіп. Мынау любой бір қабырғаға өздерің ыңғайлы. Маған мысалы мына қабырға ыңғайлы болды, осыған перпендикуляр жүргіземін. Мына сарымен жүргізіліп перпендикуляр, сосын апофема түсіреміз. Апофема ол онысы перпендикуляр болып түседі. Мінекей. Енді осы екеуінің арасындағы достар, міне, екеуінің арасындағы бұрыш соның тангенсін сұрап жатыр. Мына жерде альфа деп алатын болсақ, бізде не сұрап тұр екен? Тангенс альфаны сұрап тұр екен. Ол есептің негізгі сұрап тұрған идеясы осы. Енді оны қалай тапсақ болады? Оны табу үшін біз бүйтсек. Апофема болғандықтан мына жер 1 және 1-ге бөлініп кетеді. Я, бұл түсінікті. Одан кейін тангенс деген, так, давайте мына жерді мен S деп алайын, мынаны O деп алайын, мына жерді T деп алайын. Жалпы тангенс деген, сонда бізде ол неге тең? Альфа деген бұрыш қарсы катет S1-ның іргелес катет OT қатынасына тең. Енді бізге OT деген достар белгілі. Өйткені бұл мына қабырғаның жартысымен бірдей болады міне. Мына екеуі бірдей болады. Түсіндіңіз бе? Сонда OT деген ол 1-ге тең. Получается, тек қана бізге биіктік қана белгісіз болып тұр ғой. Мына жерде SO деген. Вот осыны ғана табуымыз керек. Енді оны табу үшін біз не істесек болады? Біз оны табу үшін такс. Мына жерден квадраттың диагоналін қолданайық достар, қараңдар. Міне. Квадраттың диагоналі. Мына жерді С деп алайық. Сонда қараңдар. Мынандай бір тікбұрышты үшбұрышты. Мынау пирамиданың биіктігі болғандықтан 90 градуспен жүреді достар. Мына жер С, мына жер қазақша С, мына жер О. Мына жер тікбұрыш болып тұр. Бізге керегі мынау жер H, биіктік пирамиданыкі, мына жер квадраттың диагоналі. Енді достар, квадрат, сосын мына жер ол бүйір қыры түбірасы 6-ға тең. Енді достар, мына диагоналды біз таба аламыз ғой, өйткені квадраттың қабырғасы 2-ге тең болып тұр. Демек, оның мына толық, кстати, мынау диагоналдың жартысы, я дұрыс сауатты айтайық, бұл диагоналдың жартысы. Мына толық диагональ
ақыры бәрін белгілейді екенбіз ғой, белгілеп тастай салайықшы ABCD деп. AC деген толық диагональ, мынау соның жартысы болады OC деген. Енді бұның толық диагоналі формуласы былай болады: А түбір асты 2. Енді А деген бізде неге тең? 2-ге тең, получается 2 түбір асты 2. Соны енді біз мұнда жазатын болсақ, 2 түбір асты 2-ні бөлеміз 2-ге, шығады 2 түбір асты 2. Получается OC ол түбір асты 2-ге тең. Болды, бізге жай ғана мына жерден Пифагор теоремасымен ашып табылсақ болды. Түбірдің астында 6-ның квадратынан 2-ның квадратын азайтамыз, сонда бізде 4 түбірден 2 болып шығады. Осыны аламыз да мында бар қоя саламыз. Мына бізде 2. Получается тангенс мәні 2-ге тең екен, онда жауап Е нұсқасында орналасқан, достар. Окей, осымен қырық есепті талдапсақ, түсіндіре алдым деген ойдамын. Енді есептер кішкене күрделі болған шығар, геометриялық есептер және прогрессиялық есептер. Басқа тақырыптың есептері вроде бы easy болып шықты деген ойдамын. Иә, егер түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жазыңыздар. Сонымен қатар кері байланыс беріп, лайк басып, комментарий жазып қоятын болсаңыздар, тағы да осылай нұсқа талдап сіздерге күнделікті шығарып отыратын боламын. Окей, сіздерге деген ыстық ықылас шынайы құрметпен тегде Қазбек ағайларыңыз менің әлеуметтік желіме тіркеліп, видеоны математика достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздерге деген жақсы бір сабақтар бар. Жай ғана сіздер актив көрсетіп жіберсеңіздер болды. Барлықтарыңызға сәттілік, дәуте достар. Так, достар, өзімнің алгебра курсымда бір таныстырып өтейін. Достар, қараңыздар, егер де сіздер ұбт математикасына өте арзан бағада бар болған 20 000 теңгеге тыңғылықты дайындалуларыңыз келсе, онда мен сізді өз курсымда күтемін. Курста арнайы платформа бар, видео сабақтардың ұзақтығы 1-1,5 сағатты құрайды. Әрбір тақырыптан кейін қайта-қайта Google Meet'ке кіріп практика жасау деген нәрсе жоқ. Яғни сол 1-1,5 сағаттың ішінде біз теориямен де танысып үлгереміз и практикада жасап үлгереміз. Және дәл сол есептерге ұқсас есептерді үй тапсырмасына беремін. Мысалға, функция деген тарауда 200 есеп бар, тригонометрия деген тарауда 100 есептей бар. Вот, енді осының барлығының бағасы ұбт-ға дейін 20 000 теңге ғана. Ал үшін жай ғана WhatsApp-қа өтіңіз. Сонымен қатар платформада жалпы 2000 есеп бар. Үй тапсырмаларының барлығының шешімдері де бар. Окей, осындай керемет мүмкіндікті, керемет ұсынысты жіберіп алғыңыз келмесе, міндетті түрде WhatsApp-қа өтіңіз. Мен сізді өз курсымда күтетін боламын.